Ассалаумағалейкум, құрметті оқырман, талапкер. Ақылы нұсқаның кезекті бөліміне қош келдің. Бұл жерде біз 8-ші кезекті бөлімді талдайтын боламыз. Бұл жерде математикалық сауаттылық пәнін қарастыратын боламыз. Алдымен математикалық сауаттылық пәндеріне байланысты есептерді талдап қарастырайық. Егер дайын болсақ, барыңыздар экранға саламыз. Ендеше let's go, кеттік, бастаймыз. Жалпы осы ақылы нұсқаны бастамас бұрын, жігіттер, қыздар, мына менің әлеуметтік желілеріме тіркеліп өтейік. Егерде сен 11-ші сыныпқа енді ғана қадам басып отырсаң, онда саған бұл әлеуметтік желілер математикалық сауаттылық, математика және физика пәндері бойынша көптеген пайдалы ақпараттар беретін болады. Сондықтан мен осы ақпараттармен саған сенімен бөлісетін боламын, ал сен оны осы әлеуметтік желілерден ала аласың. Және егерде дайындық қажет болса, онда менің Инстаграм парақшама жекеге жазып өтейік. Сол арқылы дайындық бойынша ақпаратпен бөлісетін боламын. Жақсы, алғашқы математикалық сауаттылық пәні бойынша алғашқы есепке кірсек, жалпы бірінші есеп бізге не деп отыр? Кестеде дүкендегі гүлдердің саны мен бағасы көрсетілген болса, олардың жалпы құнын көрсететін өрнекті табу қажет. Лала гүл біреуі 750 теңге тұрады, ал біз одан А штук сатып алдық, А дана деп айтамыз. Енді олай болса 750 өрнегін Аға көбейту қажет. Сонда бұл лала гүлге жұмсалған жалпы ақша болады. Әрі қарай осыған қосамыз 1000 Б қосу 900 С болады. Бұл жалпы ақшаны, жалпы құртылған, жұмсалған ақшаны көрсететін өрнек болады. Бұл бізде көріп отқанымыздай В варианты екен. Келесі екінші есеп. Отбасыдағы әкесі мен баласының туған күндері 7 мамыр екен. 2019 жылы 7 мамыр күні әкесі баласынан 6 есе үлкен. Жақсы, әкесінің жасы X, баласының жасы Y болсын. Бұл уақытта 2019 жылда әкесі баласынан 6 есе үлкен болған. Міне, X тең 6Y. Ал 2023 жылы қанша уақыт өтті? 2020, 2021, 22, 23. Яғни көріп отқанымыздай 4 жыл өткен. Бұл кезде әкесінің жасы 4 жасқа үлкейеді. Баласының да жасы 4 жасқа үлкейеді. Мынау әкесінің, мынау баласының жасы. Бұл жерде не деп отыр? Ал 2023 жылы 7 мамырда баласы әкесінен 4 есе кіші болды. Баласы әкесінен 4 есе кіші болса, демек керісінше, әкесі баласынан 4 есе үлкен болды дегенді білдіреді. Әкесі баласынан неше жасқа үлкен екен табу керек. Яғни бізге қарапайым тілмен айтқанда, мына айырманы табу керек. Әкесі баласынан қанша жасқа үлкен екен табу үшін X минус Y өрнегінің мәнін табу керекпіз. Жақсы, X дегеніміз бұл 6Y. Ендеше 6Y қосу 4 тең 4Y қосу 16. 6Y азайту 4Y тең 16 азайту 4. Ондай болса, 2Y тең 12, Y тең 6. Баласының жасы 2019 жылда 6-да болған. Ал әкесі одан 6 есе үлкен, яғни 36 жаста болған екен. Демек, олардың айырымы бізде 30 жас болады. X минус Y тең 36 минус 6 болды. Жауабы А варианты екен. Кеттік, келесі есеп. Сыныптағы 30 оқушының 60%-ын қыздар құрайды. Қыздардың 3-тен бірі үздік оқушы болса, онда сол үздік оқушы қыздар ұлдардың неше проценті болатынын табыңыз дейді. Жақсы, алдымен үздік қыздардың санын табайық. 30 оқушының ішінде 60% дегеніміз не? Ол 0,6. 30 оқушының ішінде 60% қыздар, сол 60% қыздардың ішінде 3-тен 1 бөлігі ғана үздік оқушы. Негізі 3-тен 1 бөлік ол өте жақсы көрсеткіш. Жақсы, 30-ті 3-ке бөлейік, 10 болады. 10-ды 0,6-ға көбейтсек, 6 қыз оқушы, олар үздік екен. Енді 60% оқушы қыз болса, демек ұлдардың саны 40% болады. Ұлдардың пайыздық мөлшері 40% болады, яғни 0,4. Бұл ұлдардың саны болады. 30-ды 0,4-ке көбейтейік, 0,4-ті бұлай жазуға болады. 0 мен 0 қысқарады, жердегі 4-тің бұл 12. Бұл жерде біз не көріп отырмыз? Бұл жерде үздік қыздардың саны ұлдардың санынан 2 есе аз. Демек, 2 есе аз болса, демек олар тек қана жартысын құрайды. А жартысы ол қанша? Ол 50% болады. Демек, жауабы
С варианты болады. Ол үшін біз 1-ді 2-ге бөліп, оны 100%-ға көбейтсек, жалпы жеткілікті. Осы өрнек арқылы біз проценттік көрсеткішке өтетін боламыз. Сонда 6/12 көбейту 100% деп жазамыз. 6 мен 12-ні қысқартуға болады, 2-ден 1 болады. 100 санын 2-ге бөлсек, 50 болады. Міне 50% деген өрнекті алып отырмыз. Жауабы С варианты. 4-ші есеп. Бүгін дүйсенбі. Егер бүгінгі күнді 1-ші күн деп есептесек, онда Мұраттың туған күні 45-ші күнге сәйкес келеді. Оның туған күні аптаның қай күніне сәйкес келетінін табу керек. Бір аптада 7 күн бар. Онда біздің периодымыз 7-ге тең. Жалпы 45 санын 7-ге бөлейік. 7-ні 6-ға көбейтеміз. Біздің қалдығымыз 3-ге тең. Бұл не деген сөз? Яғни бізде 6 апта өтті. 42 күн өтті. Одан кейін бізде 3 қалдық қалады. Яғни 6 апта толығымен аяқталады. Одан кейін қайтадан дүйсенбі болады. Одан кейін сейсенбі болады. Одан кейін сәрсенбі болады. Міне, 3-ші күнге қайта оралдық. 3-ші күнге келдік. Ол 3-ші күн бізде сәрсенбі. Демек, Мұраттың туған күні сәрсенбі күніне келеді дегенді білдіреді екен осы күн. Бұл бізде жауап В варианты болады. Келесі, 5-ші есеп. А және Б бағандарын салыстырып, дұрыс тұжырымды анықтау керек. А бағаны тікбұрышты үшбұрыш ауданының сан мәні. Жақсы, А вариантын қарайық. Бұл жердегі үшбұрыш бізде тік бұрышты үшбұрыш. Тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін біз 2-ден 1 деп жазып, катеттерін көбейту қажетпіз. Бір катеті 8, екінші катеті 6. 8-ді 2-ге бөлсек 4, 4-ті 6-ға көбейтсек 24 сантиметр квадрат болады. Б варианты тік төртбұрыш периметрінің сан мәні. Тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалар тең болады. Демек, оның периметрінің формуласы 2 еселенген А плюс Б болады. Бұл жерде А оның ұзындығы, ал Б оның ені болады. 8 бен 4-ті қоссақ 12, 2-ге көбейтсек 24. Олар тең екен. Демек, жауабы Д варианты болады дегенді білдіреді. Келесі, 6-шы есеп. Ерлан 5 литрлік 4 бөшкеге, 3 литрлік 3 бөшкеге және 2 литрлік 5 бөшкеге су толтырып құйды. Ол барлығы қанша су құйды? 5 литрлік 4 бөшкеге, 3 литрлік 3 бөшкеге және 2 литрлік 5 бөшкеге су толтырып құйды. Жақсы, 5 жердегі 4-ім бұл 20, 9 және 10 болады. Демек, 39 литр су болады. Болды, жауабы А варианты дегенді білдіреді. Келесі, 7-ші есеп. Суретте тікбұрышты параллелепипед тәріздес қораптың жазбасы берілген. Осы қорапты қалпына келтіргенде, яғни қайта құрып алсақ, пайда болатын тікбұрышты параллелепипедтің диагоналын табу керек. Жалпы, тікбұрышты параллелепипедтің диагоналын табу үшін біз Пифагор теоремасын 2 рет қолдану керекпіз. Немесе басқа да әдіс бар. Негізі сол әдістен туындайды, ол мынадай формула. Яғни біз Пифагор теоремасын 2 рет емес, 1 рет қана қолданып, бірден таба аламыз. Ол үшін біз жай ғана оның ұзындығын, енін, биіктігін квадраттаймыз, қосамыз және квадрат түбірге аламыз. Негізінде Пифагор теоремасын 2 рет қолдансақ, біз тура осыны жасаймыз. Бірақ оны 2 әдіске, 2 қадамға бөліп жасаймыз да, ал мына жерде соны 1 қадамда жасап отырмыз ғой қысқасы. Жақсы, оның көріп отырмыз биіктігі, яғни С 20-ға тең, мынау оның ұзындығы, мынау оның ені. Болды. Демек, 60-ның квадраты қосу 30-ның квадраты қосу 20-ның квадраты деп жазып аламыз. Одан кейін, негізі калькулятор бар, калькулятор болмаса қайтеміз. 60 дегеніміз не? 6 мен 10-ның көбейтіндісі. Яғни 6-ның квадраты көбейту 10-ның квадраты. 30 дегеніміз не? Бұл 3-дің квадраты көбейту 30 дегеніміз 3 пен 10-ның көбейтіндісі, яғни 3-дің квадраты көбейту 10-ның квадраты. Қосу 20, бұл 2 мен 10-ның көбейтіндісі. Ендеше 2-ның квадраты көбейту 10-ның квадраты деп жазуға болады. Енді бұл жерде көріп отқанымыздай әрбір көбейтіндіде 10-ның квадраты деген ортақ көбейткіш бар. Сондықтан 10-ның квадратын біз Ф кетіп жақшаның сыртына қуып жіберейік. Онда жақшаның ішінде бізде 6-ның квадраты бұл 36. Қосу 3-дің квадраты бұл 9, 2-ның квадраты бұл 4. Осындай сандар қалады. Енді бұл не? Бұл да көбейтінді. Ал енді түбірдің қасиеті қандай? Егер түбір астында 2 өрнектер көбейтіліп тұрса, онда біз оларды жеке бір түбірге алып аламыз.
Олай болса, бұл жердегі диагоналдың ұзындығы түбір асты 10-ның квадраты көбейту түбір астында. 36 қосу 4 қосу 9 бұл бізде 45 деген санды береді. Мына жерде квадрат түбір мен квадрат дәреже қысқарып 10 деген сан шығады. Ал 45 дегеніміз не? Ол 9 бен 5-нің көбейтіндісі. Түбір асты 9 ол 3-ті береді. Ал түбір асты 5 сол қалпында қалады. Енді мына жерде біз тікбұрышты параллелепипедтің көлемін диагоналын табу керек едік. 60-тың квадраты, 30-дың квадраты және 20-ның квадраты деп жазып алдық, 36, 9 және 4. Мына жерде 49 болады, кешіріңіз. 49. Олай болса, бұл жай ғана 7-нің квадраты ғой, демек 7 болып шығады да, жауабы 70 деген сан болады. Болды, жауабы бұл жерде А варианты екен. Келесі 8-ші есеп. Барыс ойыншылары барлығы 120 ойынға қатысқан. Нәтижесінде олардың ұтыс пен ұтылыс саны 2-3-ке қатынасындай болған. Олардың ұтылыс саны ұтыс санынан қаншаға артық екенін табу керек. Жақсы, X ол барыс ойыншыларының ұтысы болсын. Ал Y бұл барыс ойыншыларының ұтылысы болсын. Олардың қатынасы 2-3-ке қатынасында, Онда біз былай айта аламыз. X дегеніміз 2К деп алайық. Y дегеніміз 3К деп алайық. К дегеніміз не? Деген сұрақ туындайтын болса, бұл әшейін пропорционалдық коэффициент. Яғни бастапқыда X 2 болған жоқ қой, ол 2-ден көп болды. Себебі ойындар саны 120, дұрыс па? Демек, олар мынау бөлшек қысқарған 3-тен 2 деген бөлшек алынды. Демек, X саны ол 2-ке тура пропорционал, сондықтан мен оны бір санға қысқарды ғой, бір К деген санға қысқарды. Демек, қайта соған көбейтем. Мынау да дәл солай. Бастапқыда 3 емес, одан үлкен сан болды. Әйтеуір қысқарды 3 болды. Енді алымын қандай санға қысқартса, бөлімін де сол санға қысқартады ғой. Енді сол К-ға көбейтеміз, сонда олардың ұтылыс саны шығады. Жалпы, бұл жерде ойыншыларда ничья, яғни тең деген ойын болмаған, ондай нәтиже жоқ. Бұл жерде бізге тек ұтыс немесе ұтылыс жайлы айтқан, ничья бізде жоқ. Демек, бұл жерде не ұтыс, не ұтылыс болады. Олардың қосындысы 120-ға тең. Жақсы. Енді не істеуге болады? Бізге жалпы олардың ұтылыс санынан қаншаға артық екенін табу керек, То есть, олардың ұтылыс саны, ұтыс санына қарағанда нешеге деп отыр ма? Қаншаға деп отыр, Демек, азайтамыз ғой. Осы айырымның мәнін іздеп табу керек. Жақсы, X дегеніміз бұл 2К, Y дегеніміз бұл 3К. Қоссақ 5К болады. Жалпы 5-ті оң жаққа бөлу амалымен көшірейік. Сонда бізде, немесе алымын да бөлімін де 2-ке көбейте салайық. Олай болса, К бізде 24 деген сан болады. 2-ні 24-ке көбейтсек 48, ал мынау бізде 120 және 24. Яғни, 72 болады ғой, 72. Сонда біз X-тан Y-ті азайтамыз, 72 санынан 48-ді азайтса, бұл 24 деген санды береді. Немесе бұлай жазуға болатын еді. Яғни, бұлай жазуға да болатын еді. Y бізде 3К, ал X бізде 2К. Демек, жауабы К болады. К-ның жауабы бізде, К-ның мәні ол 24. Осылайда табуға болады. Жауабы да вариант екен. Соңғы емес, предпоследний, 9-шы есеп. Бір әзілкеш қойылымға әзілдің 10 түрін дайындады. Берілген уақыт кезінде ол осы әзілдердің кез келген 5-еуін орындайды. Қойылым кезінде орындалған әзілдердің реті маңызды емес болса, онда әзілкеш қанша түрлі әзіл топтамасын жасай алатынын табу керек. Қараңдар, бұл жерде реті маңызды емес. Реті маңызды емес болса, онда біз теру формуласын қолданамыз. Себебі орналастыру формуласында олардың реті өте маңызды. Және де алмастыру формуласында дәл солай реті маңызды. Демек, есептің шарты бізге өз айтып отыр ғой. Міне теру формуласын қолдан дейді. Енді әзілкеш бұл жерде бір айтылған әзілін қайта айтпайды. Өйткені екінші рет ол өтпейді. Түсінікті ғой? Өтпейді. Бір рет қана айтады. Жарайды, екінші рет шынайы өмірде айтуы мүмкін, бірақ бұл есепте ондай болмайды.
ондай болмайды. Енді бізге 10 әзілдің ішінде кез келген бесеуін қанша тәсілмен жасай алатынын табу керек. Жалпы ЦНК формуласын жазып өтейік. Бұл бізде n факториал бөлінген k факториал. Және бөлшектің бөлімінде n минус k факториал болады. 10-ның факториалын 5-ның факториалына бөлеміз, 10-нан 5-ті азайтсақ, бізде 5-ның факториалы болады. 10-ның факториалын біз 5-дің факториалы көбейту 6, 7, 8, 9, 10 деп жазып аламыз. Және мына екінші 5-дің факториалын біз 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5 деп жазып алайық. Мына 5-дің факториалдары қысқарады. 2 мен 5 көбейтіледі, ол 10 мен қысқарады. Әрі қарай 6-ны 3-ке бөлсек 2 болады, 8-ді 4-ке бөлсек 2 болады. Олай болса бізде 2 көбейту 2 4, 7 және 9 деген сандар қалып отыр. 4-ті 7-ге көбейтсек 28 болады. 28-ді 9-ға көбейтсек бұл 252 деген санды береді. Жауабы В варианты болып отыр. Соңғы 10-шы есеп. 1, 16, 22, 18, 24 сандар қатарының медианасын табу керек. Берілген қатардың медианасын табу үшін біз алдымен бұл сандарды өсу ретімен жазамыз. Өсу ретімен жазайық. 1, 16, 18, 22, 24. Медиана ол ортасындағы сан. Міне ортасында 18, демек жауабы Д варианты болады. Жігіттер қыздар, осындай пайдалы нұсқаның тағы да шыққанын қаласаңдар, онда менің әлеуметтік желілеріме тіркелейік және осы видеоға барынша лайк басып қолдап отырайық. Келесі ақылы нұсқа бізде математика пәні бойынша шығады. Сондықтан осы видео пайдалы болса, барынша лайк басып достарымызға бөлісіп отырайық. Және де жігіттер қыздар, келесі бөлімде көріскенше сау болыңдар.